Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің мынау осы каналдағы шығарылымдағы қозғалатын тақырыбымыз CCleaner деген программа, CCleaner деген отырған программа. Қазір ішін ашып көрсетейін. Қазір ашылып жатыр. Бұл программаның не қызмет атқарады, қандай артықшылықтары бар? Біріншіден, не қызмет атқаратынын айтып өтейік. Бұл утилит деп аталады, орысша. Көмекші құралымыз болып саналады. Бұның бір жақсы жері, мысалға біз интернетке кірген кезде, шыққан кезде мусорлар қалып қояды. Интернет болсын, басқа бағдарламалар ашқан кезде, ойынды өшірген кезде, басқан кезде мусорлардың бәрін тазалап тастауға болады. Бірінші сол полный самое время проверить дейді. Компьютеріңіздің денсаулығын тексереді біріншіден. Соны мысалға начать деп бастық. Менде Google Chrome ашық тұрған, солардың бәрін жабады өзі. Жауып, сіздің компьютеріңізді толықтай тексерістен өткізеді. Қазір мен компьютерімді закрепленетін да дейміз. Компьютерім тексеріп жатыр қазір. Қазір көрейік. Тексерілуге кетіп жатыр қазір осы тұрған кезде. Екіншісі, стандартный очистка. Қазір тексеріп жата берсін. Бұяқта бізде 4-5 тәк 3, 7-8 пункттен тұрады. Burada стандартный очистка, оптимизация, драйвер апдейтер, реестр, инструмент, параметр жатады. Бізде ваш ПК немного вне формы дейді. Соны оптимизация жасаймыз қазір. Оптимизация жасағаннан кейін компьютеріміз өзін жақсы сезінетін болады. Бұл біріншісі. Екіншісі, бірінші бітірсін мынау. Қазір шамалы қалды. Кәмінен аяқтан кетіп жатыр. Болып қалды, шамалы қалды. Тексеріп, мені компьютерімде 1 терабайттық жесткий диск тұрады, сондықтан ұзақ тексеріп, мені теперь ваш чувствует лучше дейді. Қазір жақсы сезініп тұр компьютерімізді. Екіншісі мынау стандартный очистка деген болады. Стандартный очистка кіретін болсақ, мына жақта мына Microsoft Edge, бәрін настройка жасалып қойылған. Бұған ешқандай настройкасын тиіспесеңіз де болады. Соны анализге жібереміз. Анализ компьютерімізді тексеретін болады. Компьютер тексеріп болды. Мысалға, менде жақында тексерілгендіктен ешқандай жоқ. Сіздердің арада көп шығуы мүмкін. Соны очистка жасайсыздар. Сол кезде кэштің бәрін тазалайды, мусор мынау қалдырмайды. Қалдықтардың бәрін қалдырмай тазалап шығады. Менікін қазір тексеріп жатыр. Біткенімні жақындап қалды. Тексеріп болды. Сосын оптимизация деген бар. Қазір сканермен жасалып жатыр. Бұл да компьютерді оптимизация тексеріп өтеді. Қазір біздің компьютерде қандай бар екен көрейік. Арада бізде активный программайды көрсетіп тұр ғой. Соның бәрін орнатылған көрсетіліп тұр. Арада біз көп қолданбаймыз программаларды. Мен Word-дар, Microsoft драйверді, мен Mozilla көп қолданбаймын. Бұлардың бәрі ұйқыда тұр деп көрсетіп тұр. Мына жерде менде одан кейін драйвер апдейтер деген бар. Burada функция обновление драйвері қой. Бұл енді көп қажет емес бізге. Реестр деген бар. Реестр бұл өте қажет. Құрылғының бір түрі. Мысалға мына аяқта келді. Мысалы біздің кірген шыққан көрсетіп тұр ғой. Windows, Microsoft Net бәрін кірген жеріміздің бар мусорын тазалайды. Қазір тексеріп болсын. Бірінші, мынада посмотрим выбранные проблемы. Басамыз, сосын резервный копия сұрайды. Бізде мен көбінесе жоқ деймін. Исправить отмеченный. Мына арада мусор, ошибканың бәрін кетірді. Қазір мына количество обнаруженных проблем 0 дейді. Ең қажетті біздегі қажетті құрылғының бірі ішіндегі инструменті дейді. Инструменті біздегі программаларды или ойындарды өшіргіңіз келсе, осыны клейнерға бірден кірдіңіз. Кіргеннен кейін инструменті мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 тұрған инструментіге кіресіз. Содан мысалға қандай программа өшіргіңіз келеді. Мысалға Bandicam деген программа керек емес. Басамыз, деинсталляция жасаймыз. Деинсталляция жасадық. Жасадық мысалға міне. Өшіріп тастаймыз.
өте оңай да. Ал егерде біз былайынша өлшетін болсақ, мына пускке кіресіз, панель управлениеге кіресіз, программа компонентке кіріп, ішінен барып, таңдап, оң жағын инсталляция жасағаннан гөрі мынаяқтан жылдам кіреді. Сосын барлығы мынаяқтан ашық көрініп тұр. Сосын ары қарай параметрлер, burada полный настройкілер, сосын обновлениесі бар мынаяқта. Осы Cleaner деген программа өте мықты программа. Мен осы Cleaner программасын қолданып жүргенімізге мен 10 жылдың көлемі болып қолдаймын. 10 жылдай көлемі болды. Бұл сенімді. Нарада өзі 3 түрі бар. Біз бесплатныйды қолданамыз. Одан кейін Professional Plus болып бөлінеді. Енді бұны біз қай жақтан аламыз? Соған келейік. Қазір бірінші Google Chrome'ға кіріп, өздеріңіз провайдерлеріңізге, интернет браузерлеріңізге кіріп, сағынан кірейік. Сосын кәдімгідей скачать CCleaner. CCleaner деп басамыз. Ускорен работаем, мысалға Windows 7 шығып жатыр. Десятка болса десятка, семерка болса семерканы әркім өзінің компьютерінің жаңағы Windows'ына байланысты басады. Мысалы, начать бесплатно сканировать. Так. Бізде загрузка болып жатыр қазір. Бұл енді біздің жаңағы CCleaner'да қай жақтан тауып, ары қарай установка жасауды үйретемін қазір. Мына жақта мына сканер жасап жатыр. Менде қазір загрузкада дайыны бар. Алдына загрузка жасап қойған. Мына кірдік. Нарадан мына загрузкаға кірдік. Басамыз. Открыть. Шамалы ойланып отыр компьютер. Мына установить деп шықты. Орыс тілде бірден. Қазір установка жасалады. Установка жасауды, скачивание жасауды өте оңай. Оған программисттің или арнайы адамның қажеті жоқ. Оны өздеріңіз ақ үй жағдайында орнатуға болады. Мына уже установка жасалып жатыр. Мына басталды. Мына запустить Cleaner. Мына өте оңай. Мына басталды. Менде уже установка жасалған, дайын тұр. Сіздермен болған әдеке, білгенімізді үйретуге әрқашан жалықпаймыз. Сау болыңыздар.